Конференция өте керемет өтті. Осындай пайдалы қызықты болатын біле тұра біз өзіміздің ауыл мектебі жобасына қатысатын ауыл мектептерінің директорларын да шақырған болатынбыз. Бүгінгі күні 22 мектептің директоры мен өкілдері осы жерге қатысып жүр. Олар да өздерінің пікірлерін айтып бөлісіп жатыр. Өзімнің сахнада тұрып айтқан сөзім, келесі жылдары осындай конференцияға 22 мектеп емес, 100-200 мектептің біздің жобаға қатысатын басшылары келіп қатысуына жазсын. В августе 2022 года в стране стартовал проект развития потенциала опорных школ в сельской местности. Ожидания от этого проекта у нас очень большие. На базе опорной школы будет саккумулирован лучший педагогический опыт и лучшая школьная практика.